Psoriaz bizning ambulatoriyada жиі кездеседі. Шағым. Бұл ауру әлемнің барлық жерінде кездеседі. Әсіресе шетелде және Үндістанда кең таралған. Psoriaz жұқпалы ауру емес. Бұл ауру бір адамнан екінші адамға таралмайды. Бұл ауру дененің барлық жерінде, күміс түсті, қабышақты дақтар түрінде көрінеді. Псориаздың әртүрлі түрлері бар, мысалы, қақпалы псориаз, инверсті псориаз, тырнақ псориазы, бас терісі псориазы. Жалпы псориаз адамның өмір сүру ұзақтығына әсер етпейді. Бірақ бүкіл дене псориаздық тақталармен жабылған кезде псориатикалық эритродермия деп аталатын асқынуларға әкелуі мүмкін. Емдеу жағына келетін болсақ, жеңіл жағдайларда салицил қышқылы түрінде жергілікті емдеу қолдануымыз керек. Стероидтерді қолдануға болмайды деген миф бар, бірақ стероидтер псориазды емдеуде негізгі құрал болып табылады. Бұл жергілікті қолданылатын ауызша стероид емес. Біз ретино қышқылында бере аламыз. Біз көмір шайыры препараттарында бере аламыз. Бұлардың барлығы жергілікті комбинациялар. Бұл емдеулердің барлығы тек бақылау үшін. Олар ауруды емдемейді. Сондықтан адамдар бұл туралы психосоматикалық кернеу сезінбеуі керек. Себебі қазіргі заманғы емдеу, модернизация, жақсы емдеу келді, жақсы бақылау бар. Біз псориаздың асқынуларын, емдеудің асқынуларын алдын ала аламыз және олар жақсы сапалы өмір сүре алады.